Ақырын. Қайырлы түн ардақтары, қазір түн болды. Біз әлі аудандық полиция бөлімшесінің ішінде отырмыз. Сотын, Абзалдың сотын бірінші бөлімін аяқтады да екінші бөлімін жүргізбей отыр. Өйткені Абзалды ұстап келген кезде полициялардың жабылған видеосы сақталған, сол видеоны өшірмедім деп қасарысып отыр екен. Мен жаңа Фейсбукта белгілеп кеткен МПС-тің бастығы деген Елтонов Әуесхан деген адам заңды өрескел бұзып, ол Абзал Досияровтың сотын өткізбей, жай ғана күнде ұстап отыр. Мен сол видеоны өшірмесем, мен сені соттамай осылай ұстап отырамын деген талап қойыпты. Біз оған нені өшірмейміз, видео бұл дәлел өткені, сол жерде 10 шақты полицейдің Абзалға жабылған дәлелдер, біз оны өшірмейміз. Қазір мен мына жерге кіріп сұрасам, Абзал Досияровтың көзінше, иә сот болып жатыр деп өтірік айтып, ал ар жақта телефонды қойғаннан кейін ешқандай сот болып жатқан жоқ, адвокаттың телефонына жазсам, ешқандай сот болып жатқан жоқ, сот өтетін түрі де жоқ. Өйткені Абзалға қасарысып, сол видеоны өшірмесең сот болмайды деп әлі ұстап отыр. Біз міне қызым отыр, мен отырмын, апайлар әлі күнге дейін кеткен жоқпыз. Түн болды. Біз сағат 8-де келгенбіз. Осы ровд-ға 8-де келгенбіз, таңғы 8-де келдік. Содан бері тамақ ішкен жоқпыз, ешқайда шыққан жоқпыз. Абзалға дәл солай ешқандай медициналық көмек көрген жоқ, тамақ ішкен жоқ, ол іштен шыққан жоқ. Міне әлі күнге дейін, сол түнге дейін әлі отырмыз. Әлі соттайтын түс жоқ. Абзал сотталып кеткен беру керек па? Иә, соны өшір деп тұр. Кезекші прокурорды шақырып келтіре алмай қойдық. Бұл облыстық прокуратураның қарауына беру керек. Бұлардың бәрін өздері соттау керек Абзалдың орнына. Енді бұған қарсы адвокаттың түсірген дәлелдері бар. Өзінің жинап прокуратураға өткізіп келген. Біз алдымен сол прокуратураның шешімін күтуіміз керек. Оған дейін Абзалды босатсын мына жерде. Егер де сотты өткізбейтін болса, бұл серттерін бұлар қашан қояр екен осы? Иә, соттамайтын болса, босатсын. Абзалды босатсын, содан кейін дәлелдерін жинап соттасын. Оны өшіреді екен видеоны, бірақ Абзал соттайды екен. Сонда бақсының арашылығы болып қалды? Солай болып, иә. Солай өздерінің арашылығы тұр ғой. Ойларына келген. Олан Әбілхайыр деген адамның бұйрығымен сол жерде 10 шақты полиция Абзалға жабылып, ұрып-соғып телефонын тартып алған екен. Сол өздерінің аттарын жабу мақсатында сол видео дәлелді, тікелей эфирдағы видеоны өшір деп талап қойып отыр екен. Біз ол видеоны өшірмейміз. Соттаса соттасын, соттамаса қазір осы жерден адвокат екенін босатып шығарсын. Облыстық прокуратураның құлағына алтын сырға, мына бастықты қашан тоқтатасыздар? Сағыныңда прокурорымызға жауап беріңіздер осыған енді. Біз бағана бері қанша келгені ертеңі біз 8-ден келдік қой енді. Келгеннен бері осы бүгінгі жауапты іске кім шығады? Мына енді мына ровдтарда бастық болады, начальник смена деген болады. Қанша рет айтты шықсық бізге жауап берсін дежурный прокурор деді. Бір кездеші прокурор алдымызға шыққан жоқ. Мына жерде отырған хатшы қыздың өзі адамдармен қалай болса солай сөйлеседі. Біресе кір дейді, біресе шық дейді, біресе түс болды, біресе ас болды, анау деп адамдармен қалай болса солай сөйлеседі. Бұл халықтың жері, бұл тұрған жер. Біз айттық па, шықсын прокурор дедік па, шықсын келсін. Біз сағат 3-ге шейін үндемей отырдық, талаптарын орындап, жаңағы Абзалға бір кешіріміз текетпесінші деп, Абзалға қамамасыншы. Енді бұл халық көрді, Абзалға қол көтергенін, полицейлерді, соны жауап, басшылары жауап берсін, кім құқық берді, адамға қол көтеруге болмайды. Бұл бассыздық, бұл шектен шыққандық, мына белсенділер не үшін ашылып келеді. Сол үшін соңғыған жауап беретін бір прокурор барын, бір адам келген жоқ. Міне қазір қараңыздар, сағат 7 болып қалды, бір прокурор шыққан жоқ. Бұл бұндай ровдтар, полицейский участокта онда неменеге керек? Жаңа не үшін керек мына ровдтар бізге? 12 сағат болды отырған. Жаңа келді міне, таңғы сағат 7-ден естігеннен әлі отыр шырылдап. Үш ақыры сөйледі, бүйтіндік едік бұлар. Бұл қашанда бүйтіп жалғасады ма бассыздық деген. Ашынғаннан міне жүріп отыр. Үйінде әлі 2 баласы бар кішкентай, әлі кішкентай. Соларды алаңдап отыр. Бір жағынан күйеуін алаңдап отыр. Оны біз қалай неге оны басы ауырып? Басына енді бұлай соққы тимесе. Енді біз де ашынып тұрмыз. Бұл да қазақтың баласының артында жоқ емес. Іздеу бар деп келіп отыр. Біздің де отбасымыз бар, бала-шағамыз бар. Алыстан келіп отыр, анжалықты анамыз, гүл-апалар барлығы. Сол Абзал үшін келіп отыр барлығы. Сонда біз сотқа бармауымыз керек екен.
соттатып елдерді отыра бергіміз керек екен. Олар болмайды ғой. Мына жақтан қалалық прокуратураға айтамыз сол. Борыш бүткіл басшыларға айтамыз. Заң алдында бізге шығып жауап берсе біз дұрыстап кетпейміз. Абзал алып кетеміз. Болмаса енді барғаннан бізге жоқ боламыз. Ұлан Әбілқайыр, сенің суретіңді, не то что видео, сенің суретіңді әлі бүкіл Фейсбукқа, бүкіл халыққа жариялайтын боламын. Елтоқов, Әуезхан екеуің шығып мына жерге жауап бердіңдер. Сендер ешқандай құқықтарың жоқ. Мен өзім білем, сотты қашан өткізем дейтін. Немесе соттандар, немесе абзалды босатыңдар. Мына жерде біздің көзімізше қазір звонда сот өтіп жатыр деп өтірік айтып жатыр. Қазір тағы да дөкеші. Мына жігіттер ғой өтірік. Сот туралы. Сот неге өтпей жатыр? Міне сот неге жібереді? Мына жігіттерден бүгін сұрадық. Олар өтірік айтты. Бүгін сот болып жатыр деп. Осы жігіттерден сұрадық. Мына хатшы қыздан сұрадық. Прокурорды шақыр деп түпілдік нетістен адам қарап ал. Мына адам қарап ал деп. Міне осылардың суреттерін салмаларында. Олардың суреттері уже мына кішкентай қызды міне детсаттан балабақшадан алып келіп, енді міне тағы да өткендегідей неде мына біреу қоршауларының ішінде ойнап отыр міне кішкентай қызы. Неге өткізбей отырсың сұраңыз? Кім өткізбей отыр? Ешқандай сот болып жатқан жоқ. Міне. Ол да қазақтың баласы, сен де қазақтың баласы. Мен звондап беріп отырмын. Жоқ, вообще айтып отырғаным. Алло, саламатсыз ба? Бұл кім екен? Міне, телефонды қоя сал. Жауап бермейді, өйткені сот болып жатыр деп өтірік айтып жатыр. Менің телефонымда мен перепискасын шығарам. Адвокаттың жазып жатқан перепискасында ол ешқандай сот болып жатқан жоқ, болатын түрі де жоқ. Кәдімгідей мына жерде өтірік, бізге сот болып жатыр деп өтірік жіберіп жатыр мына жерде. Иә. 3 сағаттан артық олардың ұстауға құқылары жоқ болатын. Егер сот болатын болса соттасын, я болмаса босатсын. Мына жерде міне кішкентай детсаттан алған қыз осы жерде, иә, түсірдім жаңа. Бұл жерде ойнап отыр міне мына жерде. Ал енді екі кішкентайы үйді көршілеріне қалдырып кеткен. Таң атқалы сағат 8-ден міне Омыраудағы екі кішкентайын тастап, мына кішкентай қызды детсаттан әкеп берді. Міне әлі таң атқалы осы ненің ішінде жүрміз. Әуезов аудандық ровд-да. Уже жауап тастады, біздің сыртымыздан жауап кетті. Біз сотты ғана күтіп отырмыз. 3 сағат, заң бойынша 3 сағат қана ұстауға қақысы бар. Не соттау керек, немесе босатып жіберу керек. Ол мен қашан қабылдасам сол кезде өткіземін дейтін, ол оның жеке мүлкі емес. Сот жауап берсін. Елтоқов Әуезхан шықса жауап берсін. Жауап берсін бізге енді. 3 сағат болды, 8 сағат болды. Ол жерде қанша ұстайды? Заңсыз ұстап кетеді. Повестка бермейді ешқандай. Әйша жоқ, көшеден ұстап алып келеді. Еще мұнан қара, таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 8 болды міне. 12 сағат осы жерде отыру деген. Сотты өткізбейтін болса, немесе абзалды шығармайтын болса, осы жерге қонамыз, жатамыз осы жерге. Немесе ана есіктің алдына шығып, есікті ашып қойып жататын боламыз. Шығарсын. Немесе абзал мен адвокат шығарсын, немесе сотты бастасын. Өзінің сөзіне жауап берсін. Скорый қайта шақырып қоймыз, басына. Иә. Скорый қайта шақырып. Мыналар жылтылдап тұр, міне есікті бізді сыртымыздан жауып қойған бізді. Біз ғана отырмыз осының ішінде. Қазір соттың аяғын күтіп, соңын күтіп, міне бір жауап беретін адам жоқ, не жоқ. Таң атқалы міне 12 сағат болады, қазір сағат 8-де кешкі, таңғы сағат 8-де, міне кешкі 8-ге дейін осының ішінде бізден басқа адам қалмады. Балалар ол отыр мына жерде. Мынау дәретханалары ол жабық. Не работает деп жазып қойған міне. Нәр татқан жоқпыз таң атқалы, осының ішінде отырмыз.
Иә, сыртымыздан жауып тастады. Машина жауап Алып келсейші өзіңді машина жаңа шыққан машина жоқ. Сенің машинаң қай жерде? есік алып тұрған. Жауып тастады. Ана жақ есіктер ашық қой, ар жақ, мына жақ. Балалардың да құқықтары бұзылуда. Ой. Белсенділердің барлықтары келіңіздер осы жерге қолдауға. Есіге белсендің бәрі келсін. Естіген белсенділер осы жерге келіңіздер. Біз әлі міне 12 сағат болды, әлі осы ровдыда отырмыз. Мынаны не? Жедел жәрдемді қайтадан шақырамыз. Өйткені жаңа абзал жедел жәрдемді қайтадан шақырамыз. Өйткені жедел жәрдемнен жаңа абзал бас тартқан болатын. Ауруханаға барудан. Өйткені ол сот болады деп ойлап ауруханадан бас тартқан. Қазір жедел жәрдемді қайтадан шақырамыз. Артық сот болмайды екен. Онда абзалды ауруханаға апарып тексерулер өткізсін. Қайтадан тікелей эфирге шығамыз. Иә. Тағы жаңалықта болып жатса, тікелей эфирге шығатын боламыз. Осы енді келем дейтін қолдаушы белсенді азаматтар келіңіздер, осы жердеміз.